какие могут изменения? Для пенсионеров получше бы стало, пенсии бы повысили, чтобы жизнь полегче была. Для молодежи, чтобы молодежь могла работу себе найти, устроиться. Потому что сейчас очень тяжело людям живется. Знаете, почему я пошла голосовать? Потому что было очень много самовыдвиженцев, было очень много людей, которые действительно хотят что-то изменить в нашей стране. Ну, верится, что все-таки возможно светлое будущее, возможно изменение нашей системы. Да не, мы, если честно, пришли голосовать, чтобы за нас не проголосовали. Осы елімізде әділ сайлау өтіп, әділ үкімет құрылғанын қалаймын. Еліміз көркейіп, жақсарып, болашағымызға қалдыру үшін біздің елімізде әділ, таза, дұрыс, дамыған ел болу керек. Дауыс бергенде менікі неде жоқ, пропискамда. Уже қашаннан бері, баяғыдан осында келем, жоқ болам. Мынау участок бойынша. Спискте жоқ болам. Пропискаңыз басқа жерде, иә? Жоқ, осы жерде. Просто іздеп, соңға барып регистрация жасау керек деймін. Иә, бір күн бұрын регистрация жасауы керек. Ондайды, енді олар мен жүземей, білу керек қой бізде. Қазір енді дауыс бере алмай кетіп бара жатырсыз. Иә. Ренжіп тұрсыз ғой? Ренжігенде қарадым мен. Неге? Қарадым, енді көңілде бәрі ойдағыдай болмай тұр. Жаңа Қазақстан құру үшін барлық жақсы болу үшін, халық үшін. Жаңа Қазақстаннан не күтесіз? Жақсылық күтеміз. Халықтың Қандай өзгеріс күтесіз? шындық, тазалық, азаттық, экономика жақсарса, халықтың жағдайы жақсарса. Надеюсь на улучшение жизни, как покажет. Каждый надеется на лучшее, так и мы надеемся на лучшее. Не знаю, что изменится, не изменится. Что-то устраивает теперешней власти, что-то не устраивает. Енді өзгеріс болсын, мүмкіншілік беру керек қой адамдарға, басқа адамдарға. Істейміз деп жатыр, мысалы нелерін жазып жатыр, ондай мақсат қойып жатыр, ананы істейміз дегенде. Соны енді қазір сайлап, дауыс беріп, көре жатамыз. Қалай жаңағы қойылған мақсаттары орындалады. Сол үшін бердім. Сенем енді соған болады, жақсы жақта. Мен де сол өзгерістер болатынына сенемін. Шетте қалмай, өз даусымызды Қазақстан болашағы үшін беруге келдік. Сол шетте, енді осы елде өсіп өніп жатқаннан кейін, болашақ ұрпағымыздың бәрі осы елде өрбейтін болғаннан кейін, как эгоист болмай, шынымен елдің қамы үшін, балдарының болашағы үшін дауыс беруге өзгеріс болады деп сенуге бола. Келдік, уақытымызды бөліп. Келешек жастардікі, жастарға жағдай жасалған қалаймын ғой. Біз жарайды. Орта жолдан асып кеттік. Келешек жастардікі, 12 жастарға барлық жағынан қолдау болса, жағдай жасалса, студенттерге, жатақхана, жұмыс орындары жастарға. Поучаствовать в тех изменениях, которые происходят в нашей республике Казахстан. Ведь только новые люди, которые придут сейчас к управлению нашей города, управлению нашей страны, они могут внести какие-то новые шаги в развитие. Я только за изменения. Сайлауға келдіңіз. Сайлайын деп келдім Қазақстанның, жаңа Қазақстан болашағы үшін. Қандай өзгеріс күтесіз сіз сайлаудан кейін? Жақсылық күтемін. Өзгеріс әрине күтемін. Жақсы өзгеріс болса, мен енді өзім ойлаймын, совет заманында тұрдық қой біздер үлкендер. Біздерде енді орысша айтқанда үйімізде бар, күйімізде бар. Мен енді мына болашақ жастарға болса екен деп ойлаймын. Өзім күні түні соны тілеймін. Мен ойлаймын, қазір разводтың бәрі болғаны, ол жаңағы үкіметтің кінәсі деп те ойлаймын. Ажырасу. Енді точно екенін білмеймін, бірақ та әлемде екінші орын деген масқара ғой. Жастарға көмектесу керек.